Қазақ тілі 2 сынып. Сабақтың тақырыбы менің оқу құрал жабдықтарым. Сабақтың мақсаты іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдануға үйрену. Жаңа сөздер: кітап, книга, дәптер, тетрадь, қаламсауыт, пенал, ұштағыш, точилка, өшіргіш, резина, қалың, толстый, жұқа, тонкий. Бірінші тапсырма: оқы, қайтала, сөйлемді толықтырып айт. Менің кітабым қалың. Сенің ұштағышың жаңа. Оның өшіргіші ескі. Әлібектің дәптері жұқа. Әнелдің қаламсауыты әдемі. Алуаның күнделігі таза. Төртінші тапсырма: мәтінді оқы. Мен деген сөздің орнына ол деген сөзді қойып айт. Мен мектепке барамын. Ол мектепке барады. Мектепке дәптер, кітап, күнделік, қаламсауыт апарамын. Мектепке дәптер, кітап, күнделік, қаламсауыт апарады. Қаламсауытқа қалам, қарындаш, ұштағыш, өшіргіш саламын. Қаламсауытқа қалам, қарындаш, ұштағыш, өшіргіш салады. Оқу тапсырмасы. Екінші тапсырма: суретке қара, сөйлемді толықтырып жаз. Бұл Әнелдің ұштағышы. Бұл Сашаның акварелі. Бұл Әйгерімнің қаламсауыты. Бұл Әлібектің дәптері. Бұл Сашаның өшіргіші. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.